Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай екі-ақ қана заттан дайындалатын балаларға арналған дәмді балмұздақпен таныстырамын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен банан қажет, 2 банан немесе 4 банан қажет. Мен 4 банан қолдандым. Оны осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Барлығын бір тәрелкеге орналастырамыз. Барлығын осылай турап шығып дайындап аламыз. Бізге ол үшін жұмсақ банан болса да бола береді. Қатты бананнан жұмсақ банан алсаңыздар өздеріңізге өте ыңғайлы болады. Мінекей достар, бәрін турап болғаннан кейін тәрелкенің астына да пешевой пленка төсейміз, және тәрелкенің үстіне де банан салып болғаннан кейін пешевой пленкамен төсейміз барлығын, және морозильникке 1 сағатқа қатырамыз. Одан кейін алып қатқан банандарымызды осындай ыдысқа салып блендермен еземіз. Мінекей блендермен араластырып езіп жатқан кезде осыған 2 ас қасық сгущенка құямыз. Сгущенканың қандай түрі екені маңызды емес, өзіңіз қалағандай түрін қосасыз. Және де мінекей уже бізде дайын болды. Үстін әсемдеу өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша орехпен немесе осындай жеміс-жидекпен, шоколадтармен әсемдеуге болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де каналға тіркеліп жасап көріңіздер.